Біз осымен 35-ші уровеньге жеткен болатынбыз. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін бізде клавиатуралардың үстімен жүгіріп дейтін ойынды ойнайтын боламыз. Мен өз басым бұл ойынды бірінші рет ойнайын деп тұрмын. Өте қызық секілді. Қазір YouTube'да жарып атқан ойын осы болды. Сонда мен қазір ойынды сәл түсінбей жатырмын достар. Ойынды түсінбей ұтылып қалып атсам кешірім сұраймын. Себебі мен бірінші рет ойнап жатқан соң сендерге қызық болмауы мүмкін, бірақ та барынша қолдауларыңды келтірейік достар. Бізде бұл жерде көптеген этаптар бар екен, мен екінші этаптан уже құлап қалайын деп тұрмын. Мұны балерина капучино мені өлтіріп тастай салды. Біз сонда қалай дамимыз, сол маған қызық болып тұр. Тек үшеуден алып даму өте қиын ғой. Мына жақта не бар екен? Шаг жасауға болады дейді. Нужна 5 победа дейді. Бізде 5 победа керек болады. Осы ған құйсақ, ойбай 500 победа екен. 5 победа деп қоям. Ал онда мен күшімді дамытпасам, мына жерден өте алмайтын секілдімін. Ана жақтағы екінші этапта балерина капучино да ұтылып жатырмын. Мына жақта алтынға барамаймыз, барамайтын секілдіміз ғой, рекламасы қазір донатқа шығатын шығар бұл. Мына жақта енді X1 скоростан қолдана береміз. Ал ар жақтардың бәрі донатпен. Мына жақта бесплатно дейтін нәрсе бар екен. Мәссаған бесплатно берем өзі. Достар, ең бастысы мына жерде даму керек, және де ең көп этапқа жету керек. Мен қазір 6-ші уровеньге жеттім. Ал достар, мен уровеньді 7-ші уровеньге көтердім де, мына жақта жүгіріп көрейін деп атым. Уже 8-ге кетті. Сонда біз мына плюс 3-ті қалай көбейте аламыз, сол маған қызық болып тұр. Мына жақта балерина капучинода енді ұсталмай өтуге тырысамын. Мына жақта бәріне әртүрлі болмайды екен, бәріне бірдей жүгіре береді екен мына балерина капучино. Мына жақта 3 победаны алайын ба, или алға кетейін ба? Алға барып көрейін, бәлкім жете алатын сияқтымын. Мәссаған, мына шарик мені езіп жіберді. Мен мына жаққа қайттан келе жатырмын. Мына жақта балерина капучино бар. Бұдан смело өтеміз енді. Екінші этаптан өтеміз, үшінші этапқа жету керек бізге. Мына жұрттар қатты озып кетіп жатыр ғой менен, тез. Мына жақта енді шариктің өтіп жатқанын күтеміз де, тағы да жете алмайтын сияқтымын. Мына доп қой, маған өте көп вин керек сияқты. Мен мына жаққа қайттан бардым да 3 винді алып кеттім. Достар, вин алған сайын бізде мынау жүгіретін күшіміздің саны көбейеді деп жатырмын. Қазір жаңа 3-тен беріп атқан еді, қазір плюс 6-дан беріп жатыр. Бәлкім достар, бізге кубок керек шығар. Мына жақта көрейік енді, мына шарикті өте аламыз ба? Достар, мен қайттан ана жақта өліп қалдым да, мына жақтан қайттан пайда болдым. Мына жақта енді келіп жатырмын, 3-ші этапқа да келдім. Енді мына шариктен өте алмасақ ұят болайын деп тұр. Мына жаққа қарай өтіп кеттік. Енді мына жақтағы сол жаққа баратын боламыз. Мәссаған, мына жақта ойынды қуып, менде тағы да өліп қалған болатын. Қайттан бірақ осы жерге келдім. Енді достар, енді өтетін шығармын. Мына жақта болды, мына шарик өтіп кетті, болды. Ал достар, 10 винді алайын ба, или алға кетейін ба? Мына жақта дамитын жер бар екен. Не де болса барып көрейін, енді өтіп қалармын. Бізде мына жаққа қарай секіру керек екен. Бізде просто паркурға салу керек екен де. Бұл жерде асығыс болу керек емес. Скорсын қатты болса, енді смело секіріп кете бересің ғой. Достар, мен мына жақта явно өте алмаймын, сол үшін 20 победаны алып кетейін. Достар, бізге победа шынымен керек екен ғой. Қазір 6-дан беріп атқан еді, енді 15-тен беріп кетті. Бізге победа көп керек екен. Мен достар, ойынды енді жақсы түсінуге тырысып жатырмын. Жақсы болды, енді ойынды түсінген. Мына жақта енді смело өтіп кетеміз. Бірақ мына жаққа келгенде түсіп кетіп жатыр. Мына жақта секірмей өтуге болады да бірінші этапта. Бірақ соңына келгенде түсіп кетіп жатыр. Соңына келгенде бір секір жерге саламын. Мына жақта балерина капучинодан смело өтеміз. Мына тастан да енді мәссаған достар, мен тас кеп атқанын байқамай қалыппын. Кеттік, қайтта мына жаққа келдік. Мынау тас өтіп кетсін. Болды, мына жаққа келіп тұрмын енді. Мына жақтан енді асықпай сүрінбей өту керек болады. Мына жаққа енді өте қатты жылдамдық керек емес, бірақ та өтуге болады. Ал достар, мына жерге енді келдім. Мына жақта енді клавиатурадан өте алады екенмін аз уақыттың ішінде. Достар, мен мына жақта слишком арқадан бастап қойдым, сол үшін өте алмай қалған секілдімін. Мен енді не істеймін достар, даму керек болып жатыр негізі маған ше.
Енді мына отырған балерина капучиноға қайттан келдік. Негізі шаршататын ойын, бірақ та біз берілмейміз. Мына жаққа қайттан келдім, мынау тас дейтін, мыналар ше астынан өтіп кетіп жатыр ғой тасын. Енді сонда қалай өтсем болады мына тастың астынан? Ұшып кетіп жатыр ғой біз тас. Мына жақтан секіруді ұмытып кеттім ғой достар. Қайттан балерина капучиноға қарай барып жатырмыз. Что там балерина капучино? Енді біз мына тастан енді қателеспей өтуіміз керек та. Бәрінен бұрын маған тас опасный болып жатыр ше. Бұл жерден тез өту да қиын болып жатыр. Мына жаққа енді келдік. Насыған достар, мына жақтан секіріп көрейін деп жатырмын едім, басқалар ұқсап. Сөйтіп өліп қалдым. Достар, мен айтпақшы перерождение жасауды ұмытып кетіппін. Жаңада 15 уровеннен жасадым, енді 25 уровен болдым да, мынаны перерождениені 2 рет жасап тастадым. Ал достар, енді көп созбай, мына перерождение жасаған дұрыс екен. Қараңыздар, жаңа маған 15-тен беріп жатқан еді, одан да кейін көп беріп жатқан беді, қазір маған 150-ден беріп жатыр. Енді келесі перерождениеге 40 та керек, 40 уровенге жетуіміз керек, бірақ та біз 40 уровенге жету үшін көп сотылып кетейін деп тұр. Мен енді 31 уровенге жетіп, мына жақта бір жүгіріп көрейін деп жатырмын. Енді ешкерден қатты секіре бермеймін. Мына жақта тастан смело өту керек болып тұр ғой. Мына оңға бірінші келемін. Енді обратно мына жаққа қарай тез өтіп кетуге болатын еді, бірақ та мен мына жаққа қауіпсіз өте салайын дедім. Кеттік, енді мына жақтан бір рет секіріп көрейікші. Мәссаған сәл жетпей тұр ғой, 35-ке ма жету керек қой бізге. Тағы да біз скоростымызды дамытайық. Или дамытпай қойған дұрыс па? Бір жүгіріп келе салайықшы, 33-ке жеттік қой. Ар жақта мен бір секіріп өткім келіп жатыр да просто. Мына жақта енді тағы да тас шықты, мен мына жаққа тезірек жетіп алдым. Сосын обратно мына жаққа кетіп қалдым. Достар, мына тас мен мышып кетті ғой. Қаяқтан білемін мына тас бірден келіп қалатынын. Енді мен мына жаққа қарай қайттан барамын. Тағы да өліп қалсам уже қиын болып тұр ғой мына жақ. Мына тас оңай деп қоямын, мына тас қиын болып кетті ма, бірдеңе болып кетті ғой. Енді мына жаққа тіке өтіп кете салдым. Мына жақтан енді секіріп көрейін деп жатырмын. Әлі де жете алмай достар, қобалжып қалып жатырмын ба? Достар, онда осы жерден видеоны аяқтайық. Видеоны аса лайк басып тіркеліп кетіңдер.